Сәлем оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз бүтін көрсеткішті дәреже. Алғашқы формуламыз, алғашқы ереже. А-ның м дәрежесі көбейту А-ның n дәрежесі тең А-ның m плюс n дәрежесі. Яғни негіздері бірдей болса, арасында көбейту амалы болатын болса, онда дәрежелері қосылады. Мысалға 2-ның 4 дәрежесі көбейту 2-ның 3 дәрежесі болсын. Негіздері бірдей болатын болса, оларды бір негіз жазып, дәрежелерді қосамыз, яғни 4-ті 3-ке қосамыз. Келесі формуламыз дәл осыған ұқсайды, бірақ арасында бөлу болса, онда дәрежелері өзара азайтылады. Мысалы, 7-ның 3 дәрежесі бөлу 7-ның 6 дәрежесі болсын. Арасында бөлу болғандықтан 3-тен азайтамыз 6-ны, яғни бірінші тұрған санның дәрежесінен екінші тұрған санның дәрежесін азайтамыз. Сонда 7-ның минус 3 дәрежесі болады. Келесі мысал, дәреженің дәрежесі А-ның m дәрежесінің n дәрежесі. Дәреженің дәрежесі болса, онда дәрежелер өзара көбейтіледі. 5-тің минус 2 дәрежесінің 3 дәрежесі. Онда мына минус 2-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда 5-тің минус 6 дәрежесіне тең болады. Келесі қасиеті, жақша ішінде А көбейту Б-ның n дәрежесі болса, онда жақшаны ашқан кезде бұның әр қайсысына жеке-жеке тиісті болады. Мысалға, 2 көбейту 3-тің 5 дәрежесі болса, онда оны бөлек жазуға болады. 2-ның 5 дәрежесі көбейту 3-тің 5 дәрежесі. Және де бұл формулалар, құрметті оқушылар, керісінше де орындалады. Яғни, алдымен бізге мына көбейтінді берілген болса, оны біз мынандай түрде жаза аламыз. Яғни, дәрежені жақшаның сыртына шығара аламыз, егер дәрежелері бірдей болса. 5-шісі 4-ші формулаға ұқсайды. Тек қана арасында бөлу амалы. А бөлу Б дәрежеде n, онда А-ның n дәрежесі бөлу Б-ның n дәрежесі. Мысалы, 5-тің 3 дәрежесі 7-ның 3 дәрежесі болса, керісінше, онда біз 5 бөлу 7-ның 3 дәрежесі деп жазуымызға болады. 6-шысы теріс дәреже болса, А-ның минус n дәрежесі бұл 1 бөлу А-ның n дәрежесі. Мысалы, 2-ның минус 3 дәрежесін біз 1 бөлу 2-ның 3 дәрежесі деп жазуымызға болады. Немесе 5-тен 4-тің мысалы минус 2 дәрежесі болсын. Онда біз мына минустан құтылу үшін мына бөлшекті аударып жазу алымыз керек. Яғни осы берілген бөлшекке кері бөлшекті жазамыз. Яғни 4-тен 5-тің квадраты деп жазуға болады. Соңғысы, кез келген санның немесе өрнектің 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Бұл алгебрада қатып қалған ереже. Енді сұрақ туындауы мүмкін, не үшін кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең? Бұны біз дәлелдеу үшін жоғарыдағы мына екінші формуланы қолдансақ болады. Қалай? Мысалы, А-ның 0 дәрежесі 0-дің орнына 3 азайту 3 деген санды қойық. 3-тен 3 азайтсақ 0. Тең. Енді екінші формуланы қолданамыз. Яғни, біз керісінше былайына қолданып жатырмыз екінші формуланы. Сонда А-ның 3 дәрежесі бөлу А-ның 3 дәрежесі тең. Кез келген өрнекті өзіне бөлетін болса, құрметті оқушылар, ол 1-ге тең болады. Міне осылай соңғы теңдікті дәлелдеуге болады. Назарларыңызға рахмет.